ардақты аналар, бүгін мінекей дәстүрге жол республикалық бірлестігінің ұйғарымымен шешімінің осы басқаруының арқасында Көлді ауылында Зәмзә ханымның мінекей осы тұсаукесер дәстүрге жол ашылуы болып жатыр. Шын жүректен құттықтап, сонау Алматы қаласынан Зәмзәға сол байлықтың, қазақ халқының байлықтың символы нар түйе кілемімді артып, Зәмзәнің келіні Нұргүл қайда? Нұргүл келіні. Осы кілем аяғының астында жатып, байлық түрі осы анаңның, мына тұрған Ләйлә ханым, Зәмзәгүл ханым, мына ханымдардың барлығының, айтылған ханымдардың жолын берсін, осы тұрған аналар бағын берсін. Мен де осы қуанышты байлықтың символы ретінде сіздерге тарту қылып алып кеп отырмын. Қолынан кілем аяғың астында болсын. Али, бата менен ел көрер, жаумен жерге көрер деп, амин. Бата десең, ағайын, батаға сөз табайын. Қуанышты күн бүгін, Көлді ауылында дәстүрге жол ашылуының салтанаты кешінде дінді еске салайын. Шариғаттан аттама, біреуді сырттан даттама, данышпандай дана бол, ақ жаулықты ана бол. Өмірлерің болсын келісті, жұмыстарың болсын жемісті, шариғаттың жолымен Алла деп басса әрісті. Халқыңа қызмет етіңдер, армандарға жетіңдер, қиын қыстау жерлерден аман есен өтіңдер. Аман болсын бастарың, ұзақ болсын жастарың, дастарханнан кетпесін, дәмді де адал астарың. Бастарыңнан бақ, таңдайларыңнан ақ кетпесін. Зәмзә ханым, Алла жар боп үйіңе қуаныш кеп төрлесін. Ұрым тұтақ жан ұяң еш жамандық көрмесін. Зәмзә, Ләйлә, Зәмзәгүл деген абырой атақтарың бұрынғыдан да асып өрлесін. Ұрпақтарың көбейіп, ошағың мәңгі сөнбесін. Аман болсын халқың, асқақтай берсін, абырой мен даңқың. Папа, мен сурет алайын. Суретке тұрыңыз. Суретке алайын. Суретке түсеміз. Суретке түсеміз.